2025 жылдың 26 шілдесінде біздің саяхатымыз Оңтүстік Американың ылғалды кең джунглине жетелейді. Біз мұнда тамаша және жиі қате түсінілетін тіршілік иесі туралы сөйлесу үшін келдік. Анаконда туралы. Бұл әлемдегі ең үлкен жыландардың бірі. Олар боа тұқымдасына жатады және олардың үлкендігімен және күшімен танымал. Анаконда туралы ойлағанда, біз жиі үлкен жыланды, бауырымен жорғалаушылар әлемінің нағыз алыбын елестетеміз. Анаконданың 4 түрі бар, бірақ жасыл анаконда ең танымалы. Ол біздің планетамыздағы ең ауыр жылан, жабайы табиғаттың нағыз ауыр салмақтағы чемпионы. Олар сулы үйіне тамаша бейімделген. Анакондалар жартылай су жыландары. Бұл олар өмірінің көп бөлігін суда немесе су маңында өткізеді дегенді білдіреді. Олардың көздері мен танаулары бастарының жоғарғы жағында орналасқан. Бұл ақылды бейімделу, оларға денесінің қалған бөлігі су астында жасырынып тұрғанда көруге және тыныс алуға мүмкіндік береді. Олар өте шыдамды аңшылар, сағаттап, кейде тіпті күндер бойы шабуыл жасауға ыңғайлы сәтті күтеді. Олардың терісі көбінесе зәйтүн жасыл түсті, үлкен қара дақтары бар. Амазонка бассейнінің қалың өсімдіктері мен лайлы сулары арасында тамаша камуфляж болып табылады. Бұл оларға жемтіктер мен ықтимал жыртқыштардың назарына түспеуге көмектеседі. Олар өз ортасына біркелкі араласады. Көптеген адамдар анаконда атауын естігенде қорқыныш пен үрейге толы болады. Бұл көбінесе танымал мәдениетке байланысты. Онда олар жиі қатыгез, адам жейтін құбыжықтар ретінде бейнеленеді. Фильмдер мен әңгімелер адамдарды белсенді түрде аулайтын, джунглиде жасырынған қорқынышты аңның суретін салған. Алайда, бұл жануардың шындығы, бұл ойдан шығарылған әңгімелерге қарағанда әлдеқайда күрделі және қызықты. Мифтерді ғылыми фактілерден ажырату біз үшін маңызды. Анаконданың шынайы табиғатын түсіну арқылы біз оны қорқудың орнына, оның экожүйедегі рөлін бағалауды үйрене аламыз. Ендеше, достарым, бұл зерттеуді бірге бастайық. Біз осы керемет жыланның әлеміне үңілеміз. Біз оның өмірін, әдеттерін және оның айналасындағы әлеммен, соның ішінде адамдармен сирек кездесетін қарым-қатынасын зерттейміз. Ол аңызға айналған қорқынышты адам жегіш пе, әлде нәзік табиғи тепе-теңдіктің маңызды бөлігі ме? Біздің талқылауымыздың соңына қарай, мен сіздердің осы күшті және әдемі жануарға деген жаңа құрметтеріңіз пайда болады деп үміттенемін. Амазонка тропикалық орманы көптеген құпияларды сақтайды, ал анаконда оның ең әсерлі тұрғындарының бірі. Ол туралы көбірек білейік. Енді ең маңызды сұраққа тоқталайық. Анакондалар адамдарға үнемі шабуыл жасап, жей ме? Қарапайым және тікелей жауап жоқ. Бұл өте сирек кездесетін жағдай. Анакондалар әрине қауіпті болу үшін жеткілікті үлкен және күшті болғанымен, адамдар олардың табиғи жемтігі емес. Бұл жыландар миллиондаған жылдар бойы өз мекендеген ортасында өмір сүретін белгілі бір жануарларды аулау үшін эволюцияланған. Адам анаконда үшін өте ерекше және қиын тамақ болып табылады. Анакондалардың адамдарды өлтіргені туралы расталған жағдайлар өте аз және сирек кездеседі. Сіз еститін әңгімелердің көпшілігі ұрпақтан ұрпаққа берілетін асыра сілтеулер, мифтер немесе расталмаған жергілікті аңыздар. Аңыздар жиі үлкен анакондалар туралы айтады. Кейде олар 15 немесе тіпті 20 метрге жетеді. Бұл әңгімелер джунгли фольклорының үлкен бөлігі, бірақ олар ғылыммен расталмаған. Ғылыми тұрғыдан расталған ең үлкен анаконда шамамен 9 метр ұзындықта болған. Бұл әлі де үлкен жылан болғанымен, ол аңыздағы құбыжықтардан әлдеқайда кіші. Бұл мифтер жыланның әсерлі мөлшері мен жасырын табиғатына байланысты басталған болуы мүмкін. Адамның қиялы лайлы судағы үлкен жыланның көрінісін алып аң туралы әңгімеге айналдыру оңай. Бұл әңгімелер қызықты ойын-сауық үшін жақсы, бірақ олар зоологиялық факт емес. Сонымен, шабуылдар неге соншалықты сирек? Анаконданың аң аулау стратегиясы торумен тұншықтыруға негізделген. Ол жемтігін тістеп, содан кейін күшті денесін оның айналасына орап, жануар тыныс ала алмайтын болғанша қысады. Бұл жұмыс істеу үшін жылан жемтігін толығымен жұтып қою керек. Адам біздің кең иықтарымызбен жыланға жұтуға өте қиын пішінді ұсынады. Анаконда капибараны, кайманды немесе бұғыны жемтік етуді әлдеқайда қалайды. Бұл жануарлардың мөлшері мен пішіні ыңғайлырақ, және олар жыланның аулауға және тұтынуға бейімделген таныс азық көзі болып табылады. Әрине,
Бұл анаконданың зиянсыз екенін білдірмейді. Бұл жабайы жануар, және үлкені қорқып немесе қысылған кезде өте қауіпті болуы мүмкін. Адамдар мен анакондалар қатысқан оқиғалардың көпшілігі қорғаныс сипатында болады. Егер адам кездейсоқ жыланды басып кетсе, немесе оның ұясына тым жақын келсе, анаконда өзін қорғау үшін қорқыныштан шабуыл жасауы мүмкін. Бұл жыртқыштық шабуыл емес, қорғаныс тістеуі. Жылан адамды жеуге тырыспайды. Ол жай ғана қауіпті жоюға тырысады. Бұл керемет тіршілік иелерімен қауіпсіз қатар өмір сүру үшін осы айырмашылықты түсіну маңызды. Анаконда, сондай-ақ су буасы деп те аталады. Оңтүстік Америкадағы өзендер мен батпақтармен тығыз байланысты өмір сүреді. Бұл жыландар суды өте жақсы көреді. Онда олардың үлкен денесі қолдау тауып, таңқаларлықтай жеңілдікпен және жылдамдықпен қозғалуға мүмкіндік береді. Құрлықта олар әлдеқайда баяу және ыңғайсыз болуы мүмкін. Олар күндерін өзен жағалауларында күнге қыздырынып, дене температурасын реттеумен, немесе лайлы тереңдікте тыныш жасырынып өткізеді. Олардың бүкіл тіршілігі шыдамдылықтың шеберлік сыныбы болып табылады. Олар торушы жыртқыштар, яғни олар өз жемтіктерін ұзақ қашықтыққа белсенді түрде қумайды. Оның орнына олар ештеңеден хабарсыз жануардың шабуыл қашықтығына келуін күтеді. Анаконданың диетасы өте әртүрлі және оның мөлшеріне байланысты. Жас, кішірек анаконда балық, құстар және кішкентай кеміргіштерді жеуі мүмкін. Ол үлкейген сайын, оның жемтік таңдауы айтарлықтай кеңейеді. Толық өскен ересек анаконда әлдеқайда үлкен жануарларды жей алады. Оның мәзіріне әлемдегі ең үлкен кеміргіштер болып табылатын капибаралар, сондай-ақ тапирлер, бұғылар, тіпті қолтырауындардың туыстары болып табылатын каймандар кіреді. Анаконданың мұндай күшті жемтікті жеңу қабілеті оның керемет күшінің дәлелі. Ол өз жемтігін тұншықтыру үшін күшті бұлшықеттерін қолданады. Бұл жемтікті жұтпас бұрын бағындыруды қамтамасыз ететін баяу және әдістемелік процесс. Үлкен тамақтанғаннан кейін анакондаға өте ұзақ уақыт бойы қайта тамақтанудың қажеті жоқ. Жыланның метаболизмі өте баяу. Бұл оған тамақты бірнеше апта немесе тіпті айлар бойы қорытуға мүмкіндік береді. Осы уақыт ішінде ол демалу және қорыту үшін қауіпсіз, тыныш жер табады. Бұл жылан үшін осал кезең, өйткені ол баяу және өзін қорғауға қабілетсіз болады. Бұл баяу метаболизм үлкен тамақ сирек кездесетін өмір үшін тамаша бейімделу болып табылады. Бұл анакондаға тамақ тапшы болған кезеңдерде аман қалуға мүмкіндік береді. Келесі аң аулау мүмкіндігі туғанға дейін энергиясын үнемдейді. Анакондалардың көбеюі де қызықты процесс. Басқа көптеген жыландардан айырмашылығы, анакондалар жұмыртқа салмайды. Олар ововивипарлы, яғни аналық жұмыртқаларды денесінде олар шыққанға дейін алып жүреді. Содан кейін ол тірі балаларды туады, кейде бірден 2-3 ондаған кішкентай жыландарды туады. Бұл жас анакондалар туған сәттен бастап тәуелсіз болады. Олар бірден өздерін аң аулауды және жыртқыштардан аулақ болуды үйренуі керек. Жас анаконда үшін өмір қауіпті. Бірақ аман қалғандар Амазонкадағы өмір циклін жалғастыра отырып, өздерінің сулы доменінің ең жоғарғы жыртқыштары болып өседі. Анакондаға деген қорқыныш адам психикасына терең сіңген. Бұл қорқыныш үлкен жыртқыштарға, әсіресе көптеген адамдарды мазалайтын жыландарға деген табиғи жек көрушіліктен туындайды. Біздің ежелгі ата-бабаларымыз тірі қалу үшін мұндай тіршілік иелерінен сақ болуы керек еді. Және сол инстинкт біразы бізбен бірге бүгінге дейін қалды. Бұл бастапқы қорқыныш асыра сілтеулермен және анаконданы қатыгез құбыжық ретінде бейнелейтін сенсациялық медиа бейнелерімен күшейтіледі. Мұндай үлкен жыланды көргенде біздің қиялымыздың шектен шығуы оңай. Алайда, бұл қорқыныш жиі анаконданың ұялшақ және жасырын жануар екендігін, мүмкіндігінше адамдармен байланыстан аулақ болуды қалайтынын көлеңкелейді. Анаконда мекендейтін жерде тұратын немесе саяхаттайтын адамдар үшін бірнеше қарапайым қауіпсіздік шаралары бейбіт қатар өмір сүруді қамтамасыз ете алады. Ең маңызды ереже айналаңызға, әсіресе су маңында мұқият болу. Анакондалар мекендейтін лайлы, баяу ағатын өзендерде жүзуден аулақ болыңыз. Өзен жағалауларымен немесе қалың өсімдіктер арқылы жүргенде шу шығарыңыз. Аяқтарыңыздың дірілі жыланды сіздің бар екеніңізді жиі ескертеді. Бұл оған кетуге жеткілікті уақыт береді.
Анаконданы ешқашан қысып, немесе арандатуға болмайтынын есте ұстау өте маңызды. Егер сіз оны көруге бақытты болсаңыз, оған қауіпсіз қашықтықтан таңданып, оны мазаламаңыз. Қорқынышты беделіне қарамастан, анакондалар өз экожүйесінің денсаулығын сақтауда маңызды рөл атқарады. Ең жоғарғы жыртқыштар ретінде олар азық тізбегінің жоғарғы жағында орналасқан. Олар әртүрлі жануарлардың, соның ішінде капибара сияқты шөпқоректілердің және кайман сияқты кішігірім жыртқыштардың популяциясын бақылауға көмектеседі. Осылайша, олар кез келген бір түрдің тым көп болып, қоршаған ортаны басып қалуына жол бермейді. Бұл теңгерімді және тұрақты экожүйені жасайды. Анаконда популяциясының денсаулығы сау тропикалық орман мен өзен жүйесінің жақсы көрсеткіші болып табылады. Олардың тірі қалуы бүкіл Амазонка бассейнінің әл-ауқатымен тікелей байланысты. Қорытындылай келе, достарым, анаконда аңызға айналған қанқұмар адам жегіш емес. Ол Амазонкадағы өмірдің күрделі торының маңызды бөлігі болып табылатын керемет және күшті тіршілік иесі. Олар біздің құрметімізге және сақтыққа лайық болғанымен, біздің қорқынышымызға немесе жек көрушілігімізге лайық емес. Біз мифтерден асып, анаконданы шынымен не екенін бағалауымыз керек. Керемет тірі қалушы және өз ортасының маңызды қорғаушысы. Анаконданы және оның мекендейтін жерін қорғау біздің планетамыздағы ең маңызды аймақтардың бірінің бай биоәртүрлілігін қорғауды білдіреді. Бұл алыптардың келесі ұрпақтар үшін өсіп өркендеуін қамтамасыз ету үшін жұмыс істейік.